Ажырасайықшы дейді күйеуі. Әйелі себебін сұрады. Ол басқа елді жақсы көретінін айта алмады. Бірге өткізген 20 жылдан соң ажырасу қиын болатынын түсініпті. Тек ертеңінде әйелі өз шартын ұсынды. Ажырасатынымызды 1 айға дейін жасырын ұстаймыз. Әсіресе ұлымыз сезбеу керек. Екінші шарт, үйленген күні есіктен көтеріп кіргізгендей 1 ай бойы кіре беріс есіктен жатын бөлмеге дейін көтеріп жүресің дейді. Күйеуі өткен жылдардың құрметіне деп 2 шартқа да келісті. Бірінші күні еш сезімі қалмаған әйелін құшағын алу қиын болды. Ал ұлдары ата-анасы үшін қуанып жүрді. Екінші күні бұл ойынды ойнау оңай болды. Әйеліне көптен бері назар салмаған ол бетіне түскен майда жімдерін енді байқады. Шаштарына да ақ түсіпті. Өткен күндердің өзін көріп қатты ойланды. Үшінші күні әйелін көтеріп құшағын алғанда бір сезім пайда болды. Өмірінің 20 жылын арнаған әйелге деген керемет бір сезім. Келесі күндері бұл сезім күшейе бастады. Әйелін күнде көтеріп жүру бірте-бірте оны бақытқа бөлей бастады. Сосын ол соңғы күндері әйелінің арықтап бара жатқанын да байқады. Енді оны құшағын алғанда тұп-тура үйленген сәттегідей сезімді бастан кешті. Соңғы 30-шы күні әйелін құшағын алып тұрып, одан барлығы үшін кешірім сұрады. Енді ажыраспайтын болып шешті. Отбасының әлсірегені сезімнің жоқтығынан емес, бір-бірін бағалай алмағаннан екенін түсінді. Сол күні үйге қайтқан жасықта. Жолдан әйеліне гүл алып, үйге келіп жатын бөлмеге кірсе, әйелі төсекте жатыр екен. Бірақ дем алмайды. Жедел жәрдем шақырады. Дәрігер, әйеліңіз көптен бері ісік ауруымен ауырған екен. Өкінішке қарай ауру асқынған, қайғыңызға ортақпын дейді. Ол басқа әйелмен көңіл қосып, өз әйелінің ауырғанын сезбегенін ойлап, қатты өкініп жылады. Әйелі өзінің санаулы күндері қалғанын біліп, ұлдарының алдында анасын тастап кеткен жаман әке ретінде көрсетпей, қамқор жұбайы, жақсы әке ретінде есінде қалдырғысы келгенін кеш түсінді. Қадірімді білмеген қадірлім-ау, қабірімді құшақтап жылап қалма деген сөз осы жерде айтылуы тиіс. Жанымызда жүрген жақын жандарды жоғалтқан соң емес, тірі кезінде бағалайық.